Мәслихат құрылымының оң имиджін қалыптастыру бағытындағы келелі жұмыстар мен депутаттар корпусының ел игілігі жолындағы еңбектерінің шынайылығы және бұқараның депутаттарға деген сенімі. Эфирде осы тақырыптарды арқау еткен мәслихат хабары. Армысыздар. Аймақта бұқаралық спортты дамыту бағытындағы бір қатар ұсыныстар облыстық мәслихаттың тұрақты комиссияларының бірлескен отырысында депутаттардан қолдау тапты. Соның айтулысы, шаһарда халықаралық деңгейдегі жарыстар өткізетін заманауи спорт сарайын салу жобасы. Айта кетейік, депутаттар бұқаралық спортты дамыту бағытындағы жұмыстардың барысын, келелі мәселелерді зерттеп, зерделеп пысықтады. Барлық аудандарда көшпелі отырыстар өткізіп, салада әлі де атқарылуы тиіс жұмыстарды бағамдады. Бұқаралық спортты дамыту бойынша депутаттар корпусына барлығы 14 ұсыныс түсті. Келер жылдың бюджет жоспарынан тыс қалмаудың қамын жасаған облыстың бас спортшысы әрбір жобасын халық қалаулылары алдында қорғап, маңыздылығына тоқталды. Бүгінде өңірде халықаралық деңгейдегі дүбірлі додаларды өткізетін заманауи спорт сарайдың қажеттілігі туындауда. Себебі Евразия спорт кешенін ескіріп, үлкен ауқымдағы жарыстарды қабылдауға таршылық етеді. Қызылорда қаласында өздеріңіз білесіздер, бізде үлкен ең жарыс өткізуге, мысалы әлем, Азия чемпионаттарын үлкен Астана, Алматы қалаларында өтіп тұрады, оны өздеріңіз білесіздер. Бірақ онда бізге Қызылордаға алуға қазіргі таңда мүмкіндік аз болып тұр. Неге десеңіздер, Евразия спорт кешені уже көнерген, ішіне біраз мұнда үлкен жарыс жасауға енді келмейді деп ойлаймын. Сондықтан да бірінші менің ұсынысым, сіздер құрметті депутаттар қолдауларыңызды сұраймын. Қызылорда облысының халықаралық спорт іс-шараларды өткізу мақсатында заман талабына сай спорт сарайы құрылысының жоба сметалық құжатын әзірлеп және мемлекеттік сараптама өткізуге. Болашақта да алда да қаншама жаңағы іс-шаралар өткізуге бізге спорт сарайы Қызылорда қаласына керек деп ойлаймын. Осы күндері Аргентина жерінде өтіп жатқан жасөспірімдер олимпиадасында қызылордалық Диас Бахратдин байдарка және каноэді еске кесуден алтын медаль жеңіп алып, ел абыройын асқақтатты. Жастардың жетістігіне марқая мақтанып қуанамыз. Бірақ бір өкініштісі, облыста әлі күнге дейін осы спорт түріне арналған жаттығу айдыны жоқ. Олжас Акимов осы мәселені шешуге де депутаттардың қолдауын сұрады. Каноэмен айналысуға қазір Қызылордада жағдай жоқ деп айтуға болады. Оқу жаттығуына шығып, Алматы, Астана қаласына барып, болмаса Өзбекстан қаласына барып, үнемі сонда барып дайындалып тұрамыз. Бізде қазір жағдай каноэға жасалмаған. Қазір Арайдың қасында кішкентай вагончик қана бар, сол жерде ғана дайындалады оқушылар. Бірақ соған қарамастан олимпиада чемпионы шығып тұр. Сондай-ақ мемлекеттік жекеменшік әріптестік жобасы аясында халық көп шоғырланған ауыл аймақтардан спорт нысандарын салу туралы ұсыныс жасалды. Осы ретте 30 мың тұрғыны бар Тасбөгет кентіне дене шынықтыру және сауықтыру орталығы бой көтерсе деген депутаттық сауал жолданды. Өздеріңіз білесіздер, құрметті депутаттар, 2017 жылы осы мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында 4 объекті іске қосылған болатын біздің Қызылорда облысымызда. Оның екеуі Қызылорда қаласында, екеуі Алғабас, Ақмая ауылдарында, Шиеліде. Сонда мен кішкене тоқтап кетейін осы ГЧП-ға байланысты. Бұл жерде біз осы жылдың өзінде қазір 7 объектіні жылдың аяғына қосамыз деп отырық. Оның ішінде алдағы аудандарды Жаңақорған мен Шиеліні айтуға болады. Мұнан бөлек қалада жеңіл атлетикаға арналған жабық кешен салу идеясында халық қалаулылары тарапынан қолдау тапты. Сонымен қатар аймақтағы барлық спорт мектептерінің материалдық техникалық базасын жаңартуға қаржы сұралды. Тағы бір жағымды жаңалық, суда жүзу спортын дамыту мақсатында аудан орталықтарынан жабық бассейн кешендер тұрғызу жобасы ұсынылды. Тұрақты комиссия отырысында көтерілген осы және өзге де ұсыныстар кезекті облыстық мәслихат депутаттарының сессиясында қаралып, нақты шешімін табатын болады. Облыстық мәслихаттың кезекті 23-ші сессиясында 15 мәселе қаралды. Сессияда қаралған ең бірінші әрі негізгі мәселе бұқаралық спортты дамытуға қатысты болды. Облыс әкімінің орынбасары Руслан Рүстемов тақырыпқа қатысты хабарламасында аймақтағы бұқаралық спорттың тынысы мен оны дамыту жолдарына тоқталды. Елбасы өз жолдауында өңірлік деңгейдегі резервтерді тауып, бұқаралық спорт пен дене шынықтырудың қолжетімділігін арттыру қажеттігіне басымдық берді.
Сондай-ақ үкіметке және әкімдерге кем дегенде 100 дене шынықтыру, сауықтыру кешенін салуды тапсырды. Қолданыстағы, әсіресе мектептердегі спорт ғимараттарын тиімді пайдаланып, дене шынықтырумен айналысу үшін аулаларды, парктерді, саябақтарды жабдықтау қажеттігінде атап өтті. Кезекті сессияда қаралған мәселе президент жүктеген мақсат міндеттермен сабақтас келді. Депутаттар бұқаралық спортты дамытуға қатысты шешім жобасын қабылдады. Енді жоспарланған жұмыс нәтижесін көру уақыт еншісінде. Сессияда қаралған ең бірінші әр негізгі мәселе бұқаралық спортты дамытуға қатысты болды. Облыс әкімінің орынбасары Руслан Рүстемов тақырыпқа қатысты хабарламасында аймақтағы бұқаралық спорттың тынысы мен оны дамыту жолдарына тоқталды. Бүгінгі таңда бұқаралық спортты дамыту үшін мемлекеттік әлеуметтік тапсырыс шеңберінде бюджеттен 120 миллионнан астам теңге бөлініп, 282 спорт нұсқаушысы 138 елді мекенде 40 мыңнан астам адамды дене шынықтыруға баулыған. Нәтижесінде спортпен жүйелі айналысатындар қатары 27%-ға өскен. Соңғы 3 жылда аймақта 9 спорт нысаны салынып, облыстық бюджеттен 7 елді мекенде спорт кешендері ел игілігіне берілді. Бір сөзбен айтсақ, спортта серпін бар. Облысында халықаралық спорттық шаралар өткізу мақсатында заман талабына сай спорт сарайы құрылысының жобасы мен құжаттарын әзірлеу және мемлекеттік сараптамадан өткізу. Қызылорда облысында олимпиадалық спорт түрлерін дамыту мақсатында байдарка және каноэ есу басы құрылысының жобасы мен құжаттарын әзірлеу және мемлекеттік сараптамадан өткізу. Спорт мектептерін тиісті спорттық құрал-жабдықтармен және спорттық киімдермен жабдықтау. Дене шынықтыру мұғалімдеріне секциялық сабақтар өткізген үшін қосымша ақтыру және дене дайындығы бойынша балалар жасөспірімдер топтарын ашуды қамтамасыз ету. Осылайша облыс әкімінің орынбасары бұқаралық спортты дамытуға арналған 15 ұсынысты оқып берді. Және бұл ұсынысты депутаттар корпусы қолдап, шешімнің қабылдануына бір ауыздан дауыс берді. Спорт басқармасы оның қалалық және аудандық құрылымдары өздеріне жүктелген міндеттермен берілген тапсырмалар үлкен жауапкершілікпен қарайтындығы анықталды. Сонымен қатар бүгінде бұл салада қызмет етіп жүрген қызметкерлердің барлығы дерлік кәсіби шеберлігі мол, патриоттық сезімдері жоғары деңгейде екендігі танытылды. Ел абыройын биіктерге көтерген, әлі де көтеріліп жүрген жас буындарды тәрбиелеудің бастауында бұқаралық спорттың тұрғындығын және оның ұлт тәрбиелеудегі атқаратын рөлі зор екендігін тағы да бір назарларыңызға салып жөн көрдік. Бұқаралық спортты дамытудың ішінде біз қазіргі кездерде сыр өңірінде шоу спорт, сондай-ақ бар спортты әрі қарай дамыту, халықаралық деңгейде, республикалық деңгейде жоғары жетістікке жетіп жүрген спорт түрлерінің деңгейін, базасын нығайту. Демек, алда атқарылар тірлік ауқымды. Өңірде бұқаралық спортты дамыту мақсатында 2019-2020 жылдарға арналған жол картасы әзірленбек. Сессия отырысында айтылған үлкен бір жаңалық аймақта уақыт белдеуіне қатысты мәселе жақын күндері шешімін табады, деді аймақ басшысы. Сонымен қатар облыс әкімі елбасы жолдауынан туындаған мақсат міндеттерді жүзеге асыру бағытындағы жоспарларды атап өтті. Біз жаппай кәсіпкерлікті дамыта отырып бір мезгілде салық базасын дамытып, бюджетті нығайту, жаңа жұмыстарын құру және қоғамдық саясат қаржылық тұрақтылығын жақсартуға қол жеткіземіз. Мәселен, жыл басында жұмыссыздар мен өнімсіз өзіне жұмысқа қамтылғандардың саны Подворовый аппараттың қорытындысы бойынша 97.500 адамды құраса, оның ішінде бүгінгі күні 64 мың жұмыссыз және өзіне жұмысын қамтылған азаматтар заңдастырылды. Яғни жыл басынан бері жұмыс орындарымен 33.523 адам қамтылған болса, оның ішінде 14.103 адам, немесе 42% жаппай кәсіпкерлікті қолдау барысында қабылданған шаралар аясында жұмыстан қамтылған. Жолдауда айтылған басымдықтардың орындалуына халық қалаулылары да өз үлестерін қоспақ. Студиямыздың бүгінгі қонағы облыстық дене шынықтыру және спорт басқармасының басшысы Олжас Азатұлы Акимов. Олжас Азатұлы, студиямызға қош келдіңіз. Күні кеше ғана өткен облыстық мәслихаттың кезекті 23-ші сессиясында бұқаралық спортты дамыту жайы талқыланды және көптеген ұсыныстар айтылды. Депутаттар жағынан шешім жобасы қабылданып,
осындай үлкен жұмыстар болды. Соған орай біз студиямызға өзіңіз шақырып, осы жалпы аймақтағы бұқаралық спортты дамытуға қатысты жұмыстар, мысалы қызылордалықтардың қанша пайызы спортқа тартылды осы соңғы жылдар есебінде, соған алдымен тоқталып өтсеңіз. Кеше ғана осы облысымызда сессияда біраз сұрақтар көтерілді. Оның ішінде енді осы бұқаралық спорт, және оны дамыту жолдары, өзіңіз білесіздер, елбасының тапсырмасы бар, 2020-ға дейін еліміз бойынша 30%-ға жетісу. Қазір Қызылорда облысы 27%-біз. Оның үстіне қазіргі Қызылордамызда, облысымызда 282 нұсқаушы жұмыс жасайды, аудандарда, ауылдарда. Соған байланысты қаншама жұмыстар, бұқаралық спортқа байланысты қаншама іс-шаралар болады ауылдарда, аудандарда, оның ішінде облысымызда 41.700 адам тұрақты осы спортпен айналысады, бұқаралық спортпен облысымызда шұғылданады. Оның үстіне жыл сайын мемлекеттік тапсырыс арқылы 120 миллион теңге ақша бөлініп, осы нұсқаушыларды жаңа айлықтарын төлеп отыр. Оның ішінде бұл қаражат республикалық бюджеттен бөлініп, облыстық 120 миллион. Тағда қандай жұмыстар бар? Жалпы енді спорт жағы болсын, қандай спорт түрі дамып келе жатыр, қандай спорт түрінде? Мен осы кеше ғана жарыс әлі өтіп жатыр. Аргентинада, Буэнос-Айресте жастар арасында олимпиада ойындары өтіп жатыр. 4 жылда бір рет өтеді. Соған енді бір қуанарлық жағдай. Каноэдан біздің Диас Бахрадин деген спортшымыз, осы Қызылорда қаласының тұрғыны, олимпиада чемпионы болды. Ол енді біздің сыры ел үшін үлкен жетістік деп айтуға болады. Сосын енді одан бөлек Пара Азияда ойындар өтіп жатыр, Индонезияда. Оған да біздің спортшыларымыз қатысып, 3 спортшымыз отырып ойнау волейболдан, олар енді ұлттық құрама командамен бірге енді абыроймен кешке күтіп алған болатынбыз, 3-ші орын алды. Ол енді волейбол, отырып ойнау волейболы бізде облысымызда жақсы дамып келеді. Ал мынау каноэ спортына мүмкіндіктер бар ма? Каноэ спортына мүмкіндіктер бар. Мен қазір айта кетейін, екінші жаңа Пара Азияда бойынша Азамат деген спортшымыз дзюдодан. 2017-де мен осында тағайындалғанда ол жігіттің өзім шақырып сөйлесіп, тұрғылықты жері, туған жері Қазалы, бірақ оңтүстік Қазақстанға шығады екен, бірақ мен оны шақырып, сол елге кел, біздің облыста өзіміздің аймақтың намысын қорға деп, енді сол абыроймен кеше 2-ші орын алып келді. Құтты болсын. Рахмет, үлкен. Спортшылардың жеңісі ол енді елдің абыройы. Елдің абыройы, дұрыс айтасыз. Енді өзіңіз білесіз, біздің көк туымыз екі себепте көтеріледі. Бірінші, елбасы басқа мемлекетке іс-сапармен барғанда, екінші, біздің спортшыларымыз олимпиада, әлем жарыстарында үлкен орын алған кезде сол екі себепте көтеріледі. Сондықтан да біз үшін енді осы сыр спортшылары біздің облысымыздың қай спорттың түрі болмасын, осындай жетістікке жетіп жатса, біз тек қуанамыз. Енді жақында ғана президентіміз жариялаған жолдауда нақты тапсырма ретінде мынау 100 дене шынықтыру, сауықтыру кешендерін салуды үкіметке, әкімдерге мықтап тұрып тапсырды. Бұл бағыттағы жұмыстар қалай жүргізіледі біздің аймақта? Ол жолдауды бәріміз көрдік. Елбасының жолдауын орындауға қазір енді барлық жағдай бар деп айтуға болады. Біздің елімізде де, облысымызда да. Осы жылдың өзінде облыс әкімінің қолдауымен 7 елді мекенде үлкен спорт сарайлары салынды. Оның ішінен атап айтатын болсам, Жоңғожа Батыр, Мәдениет, Ақжарма, Еңбекші, Түгіскен, Төретам, сол ауылдарда осы спорт сарайлары бітіп, қазір халықтың игілігіне, қолдануына берілді. Ол да бір қуанарлық жағдай. Әрине, ауыл балаларын спортқа баулуға. Сондықтан да әлде де енді біз жұмыс жасайтын боламыз. Біздің министрлікпен бірге қазір бағдарламалар барлығы
шешіледі оңынан деп ойлаймын. Өйткені республиканский бюджеттен қазір біраз аймақтарға спорт объектілері салынады деп күтіп отырмыз. Сол жағынан қазір жұмыс жасайтын боламыз. Жоспар көп дейсіз ғой. Иә. Енді кеше сессияда халықаралық жарыстарды өткізетін осындай үлкен заманауи спорт сарайының құрылысы жүргізіледі дегенді біз естідік. Бұған қандай қаражат бөлінеді? Республикалық бюджеттен ба, облыстық па? Мүмкіндіктері қалай болмақ? Бұл жерде кеше сессияда 14 пункт бойынша депутаттардың қолдауымен, біздің облысымыздың енді спортқа деген аймақ басшысының қолдауымен осы 14 шешімнің бәрі мақұлданып қабылданды шешімі. Енді ол біздің спорт сүйер қауымға, спортшыларға үлкен жұмыс деп ойлаймын. Неге десеңіздер, алдымызға қазір жол картасын қабылдаймыз 2019-21-ге. Сонда біраз жұмыстарды атқаратын боламыз. Енді біздің Қызылорда қаласына жаңадан спорт сарайы керек деп ойлаймын. Өйткені қазір Евразия ескерген, жаңадан қазір енді барлық облыстарда жаңадан салынып жатыр ғой. Енді біздің Қызылорда қаласына да үлкен жарыстарды өткізуге, әлем Азия чемпионаттарын өткізуге осындай жаңа ғимараттар бізге керек. Жалпы соңғы жылдары осы кәсіпкерлер спорт нысандарын салуда мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында осы жұмыстарға ден қойып келеді. Өзімізде куә болып жүрміз, талай спорт нысандарына елді мекендерден өзіңіз айтқандай ашылып жатыр. Жалпы осы келешекте осы бағыттағы жұмыстар қалай жүргізіледі? Кәсіпкерлерді осы ынта ықыласын арттыру үшін мемлекет тарапынан қандай шаралар жүргізіледі? Соған тоқталсаңыз. Енді мемлекеттік әріптестік аясында осындай жұмыстар біз 2017-де 4 объект ашқан болатынбыз. Оның екеуі Қызылорда қаласында, екеуі Шиелі ауданында, Алғабас, Ақмай ауылдарында. Жылдың басынан бастап аудандарды аралап, кәсіпкерлермен кездесіп, түсіндірме жұмыстарын жүргізіп, мемлекеттік әріптестік аясында ол жерде ол кәсіпкердің пайдасы қалай болады? Үкіметпен Негізі қалай болады пайдасы? Ашып айтып өтсеңіз. Оны былай, мысалы, мемлекеттік жекешелік әріптестік аясында мысалы объектіні салатын болса, 3 жыл мен 30 жылдың арасында біз договорға отырамыз. Оның ішінде мысалы біз қазір Алғабас Ақмаймен 10 жылдан отырдық. Ол неше түрлі өзгерістер болады, инфляция болады, өзгереді деген сияқты. Сосын оның ішінде сол ауылға мысалы қазір 34 миллионға салса, 10 жылға отырдық, оның ішінде 750 мың теңге айына төлейтін ақшасы бар. Жастарымыздың қаншамасын біз сол спорт залға қазір қамтып отырмыз. Енді бұл бір жағынан халыққа, жаңағы спорт айналысатын жастарға тиімді, екінші жағынан кәсіпкерлерге де тиімді болып отыр. Аймақта мүмкіндігі шектеулі жандардың спортпен айналысуына қандай жағдай жасалып отыр? Қазір енді мүмкіндігі шектеулі спортшыларымыз біздің облысымыздың намысын ел чемпионаттарында, Азия, әлем чемпионаттарында, жаңа өзім атап айтқандай, отырып ойнау волейболдан біздің 3 спортшымыз абыроймен үлкен Азия ойындарына барып, ұлттық құрамамен бірге қатысып, кеше ғана осы күтіп алған болатынбыз. Біздің Қызылордамыздың енді мүмкіндігі шектеулі жандар спортпен айналысса, біз тек қуанамыз. Алдағы біздің енді мақсатымыз жылдың аяғына дейін сол мүмкіндігі шектеулі жандарға клуб ашып беру. Солармен бірге жұмыс жасау, 350-дей спортшы айналысады кәсіби осы спорттың әр түрімен. Оның ішінде енді біраз пауэрлифтинг бар, волейболы бар, отырып ойнау, ұлттық ойындарымыз бар, тоғызқұмалағымыз бар. Алдағы уақыттарда осы бағытта біз жұмыс жасайтын боламыз. Енді 6650 мүмкіндігі шектеулі азаматтар бар облыс бойынша енді. Бірақ енді соларды спортқа тартуға, солармен бірге жұмыс жасауға біздің де енді
мақсатымыз да сол. Мақсаттарыңыз болады. Сол. Жалпы енді спортпен айналса, ар жағында денсаулықтың кепілі екенін айқын Дұрыс ғой. айтасыз. Олжас Азатұлы, біздің студиямызға келіп, келелі сұхбат бергеніңізге рахмет айтамыз. Сыр спортшылары алдағы уақытта көк туымызды желбірете берсін деген тілекпен сізбен қоштасамыз. Рахмет. Жақсы, сау болыңыз, рахмет. Спорт денсаулық кепілі екені айқын. Демек, бұқараны спортқа баулудың маңыздылығын айтпаса да түсінікті. Облыстық мәслихаттың депутаттар корпусы қоғам үшін маңызды мәселені дер кезінде көтеріп, жергілікті билік халық қалаулыларының ұсынымын қолдайтындығын жеткізді. Елбасы басымдық берген бұқаралық спортты дамыту бастамасы осылайша Сыр өңірінде әрі қарайда жарқын жалғасын табады. Хабарымызды осы жерден түйіндейміз. Келесі мәслихатта жүздескенше көрермен.